Сәлем достар, отбасы психологиясы каналына қош келдіңіз. Лүпіл басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Бүгінгі тақырып әйел қауымына қызық болады деген үміттемін. Себебі барлық әйелдеріміз іздейтін сол энергия жайлы, яғни ол энергияны сақтаудың 10 жолымен бөлісетін боламыз. Энергияны сақтаудың 10 жолы. Ермен қарым-қатынасты жақсартып, жоғары деңгейге көтеру үшін әйелде алапат энергия болу керек. Энергиясы мықты әйелдердің құпиясы бойдағы энергияны сақтауында. Оның бірнеше жолы бар. Бірінші жолы: өзімізге, өзгелерге, жалпы барлық тірі дүниелерге ой арқылы, сөз арқылы, тән арқылы зиян келтірмеу. Өзімізге зиян келтіру дегеніміз өзімізді сынау, ұнамайтын жұмыс істеу, алкогольді, никотинді, тағы басқа зиянды өнімдерді қолдану болып табылады. Сондай-ақ өзгелерге мін тағып, өсек айту өзгелерге зиян келтіру болып саналады. Егер осы айтылғандарды жадымызда ұстап, бойымызды аулақ салыссақ, жүректе тыныштық орнайды, энергиямыз сақталады. Екінші жолы: өзіңізді де, өзгелерді де алдамау, өтірік айтпау, сәл болса да асыра сөйлемеу, өзгелерге ақылды, бай, сұлу көрінуге тырыспау. Қандайсыз солай көрінуден қорықпаңыз, жұрт не ойлайды деген қорқыныштан арыласыз. Үшінші жолы: ұрламау. Оған болмашы мөлшерде болса да заттарды сұраусыз алу, пайда көру, қарызды қайтармау да жатады. Бұл әдеттен арылған адамға ақша келе бастайды. Төртінші жолы: бұл дүниелік нәрселерден ғана рахат алудан бас тарту. Мәселен, материалдық дүниеге ұмтылған сайын адам көзі тоймайды, шегі жоқ. Сондықтан барыңа қанағат етіп, осы сәттен ләззат алуды ойланыңыз. Тағы айта кететін жайт: ер адаммен төсектес болуға жол бермеу керек. Ол қатынастың салдары әйелдің энергиясын 7 жылға қысқартады. Осы айтқандардың бәрін орындау жүрекке тыныштық сыйлайды. Бесінші жолы: ештеңеге қатты жабыспау. Мәселен, үйіңе, төсегіңе, көлігіңе, тіпті жанұя мүшелеріне де қатты жабысуға болмайды. Бұл өз қалауыңды білуге, ішіңе үңілуге мүмкіндік береді. Сол үшін саяхатқа шығудың пайдасы зор. Сондай-ақ үйдегі қажетсіз дүниелерден арылу қажет. KonMari әдісін қолдану. Мұны орындаған адамның бар қалауы орындала бастайды. Алтыншы жолы: тазалықты сақтау. Адамның денесі, киімі, үйі таза болу қажет. Ыдыс жууды түннен таңертеңге қалдыруға болмайды. Мұнда да KonMari әдісі бойынша үйдегі артық киілмей, пайдаланылмай жатқан заттарды, киім-кешекті тастау ұсынылады. Ондай заттар энергетикалық вампирге айналады. Сондай-ақ ой тазалығын сақтау да аса маңызды. Жаман сөзден аулақ болу керек. Жетінші жолы: бар нәрсеге шүкіршілік айту, алғыс айту. Жаратушыға, жақындарымызға, достарымызға шын жүректен алғыс айту жүрекке рахат сыйлайды, шүкіршілікке үйретеді. Мәселен, күйеуімізге күнде кешкісін алғыс айтуды неге әдетке айналдырмасқа? 8-ші жолы: ұйқыдан ерте тұру, дұға оқу, медитация жасау. Бұл адамды дисциплинаға үйретеді. Осыны жасаған адам жолы болғыш адамға айналады. Расында да миллионерлер ұйқыдан таңғы 5-те тұруға кеңес береді. Бұл ретте магия отыр кітабын оқуға кеңес беремін. 9-ші жолы: өзіңді дамыту. Адам өзін дамытқан сайын ойлау жүйесі кеңейеді. Бұрын қорқынышты жағдайлар қорқынышты емес бола бастайды. Демек, қорқыныштан арыласың. 10-шы жолы: толық миды тыныштандыру. Ол бүкіл молшылыққа, денсаулыққа, махаббатқа, байлыққа қол жеткізуге мүмкіндік береді. Оған жету үшін білім алуды, дамуды үздіксіз жалғастыру қажет. Энергияны арттырудың соңғы 10-шы жолы: миды тыныштандыру. Өзіңмен терең жұмыс істеуді қажет етеді. Ал миды тыныштандыру арқылы денсаулық, байлық, махаббатқа қол жеткізесіз. Алмауытова Әлия Бозарбайқызының «Қымбат әйел, сүйіктің үшін қымбат әйел болудың 30 құпиясы» атты кітабынан алынды.